Ал достар, мына шымылдықты қараңыздаршы, қандай әдемі. Мама өз қолымен тікті осы шымылдықтың барлығын. Ал мына жақта Аружан мен Нұрдәулеттің болашақ комнатасы. Қандай әдемі, иә. Мына гарнитурды айтсаңыздаршы, қандай әдемі, богатый цветте, өте әдемі гарнитур. Бұл гарнитурды Аружанның ата-анасы сыйлады Аружанға. И мама осындай әдемі пастельдер барлығын дайындап қойды. Даже мына аяқтың астына дорожкаға дейін подсвет қылып мама дайындап қойды әдемілеп. Мына қараңыздар, қандай әдемі пастель. Күшті, өте әдемі. Я уже ертең Аружан келеді. Міне мама еще Аружанға деп арнайлап әдемі киімдер алды. Мына жерде бізде қараңыздаршы, мынаны ұстап тұрыңыз, мынау Аружандікі. И мама тура сондай қылып екеуіне парный қылып міне енесі мен келіні деген образ. Бұл образды мамалар құдалыққа киетін болады. Бұл дизайнерский көйлек, мынаның барлығы ручная работа, өте қымбат, өте бағалы, әдемі камзолмен осындай әдемі көйлек. Қазақи нақыштағы қараңыздар. Шифоновый әдемі, өте әдемі көйлек. Күшті. Аружан екеуіне бірдей расцветкадан бірдей қылып алдық. Размерлері ғана әртүрлі. Мінекей. Бұл біздің бір образымыз. Так, енді мына жақта Аружанға арналған әдемі көйлектер бар. Летний көйлектер. Ертең жазда киеді, құдай қаласа. Мына қараңыздар. Мына әдемі көйлектер дайындап қойдық. Бұның бәрін жазда киеді. Потом осындай келін көйлектері бар, тоже киген. Құдалықтарға, любой жиындарға орамал тағып кие беруге арналған. Мына қараңыздар, 3 қазақи көйлек. Тоже качестволары өте әдемі, мынандай вышивкалармен, түймелермен, барлығы Аружанның размері өте әдемі, ішінде көйлектермен, сыртында осындай қазақи жакеттермен бірге. Мына цветтері өте әдемі екен. Так, келесі. Я, орнына қойсаңыз оны. Орамалдарын көрсетейік. Давайте. Еще орамалдары бар. Қазір мына жақта, кстати, біз 2 халат дайындап қойдық әзірге. Бір зимний халатпен, бір летний халат. Ол 2 халатты міне ауыстырып киюге де болады. Міне қараңыздар, қандай әдемі тастарымен. Есен бұл летнийлау халаты. Міне. Ал мынау сәл зимнийлау, жылы киіп жүргенге арналған халат. Осындай 2 әдемі халат дайындап қойдық. Тоже Аружанның размерінде барлығы. Так, келесі орамалдарыңыз қақта. Так, мама еще әдемі орамалдар дайындап қойған. Мына упаковкада. Күшті. Келген кезде, ертең құдай қаласа келеді уже, келін болып. Сол кезде әдемі қылып табамыз. Мына қарасаңыздар, қандай тастарымен. Өте әдемі орамал екен, супер. Мына ішінен тағып алатын орамалы. Қазір осы хит болып жатыр екен. Бұл да ручная работа, қолдан тігілген деп айтты бізге. Міне, қараңыздар. Қандай әдемі. Күшті екен. Бұны ішінен тағып алады да, ананы сыртынан бүйтіп, үлкен қылып бүйтіп орап алады. Үлпілдеп күшті болып тұр. Иә, қараңыздар, осындай әдемі сумкалар дайындап қойдық Арукаға. Мен осындай сумочкамды қатты ұнатып жүрген еді. Сразу Арукаға да заказ беріп алдырдық. Мына прям өте качественный, өте әдемі сумкалар бол. Так, бұл бізде дорожная сумка, поездкаларға, шетелге шыққанға арналған. Так, и мынау Нұрдәулетке. Екеуі парный болып ұстайды. Мынау мужской цвет болғандықтан, оған черный, осындай серый заказ бердік. Ал қызға осындай коричневый шоколадный түсін заказ бердік. Мінекей, еще осындай әдемі косметичка заказ бердік Арукаға. Тоже ұнатып жүрген өзі. Сондықтан Ару ұнатып жүрген заттың барлығын алуға тырыстық. Так, и осындай шоппер сумка осында бар. Бұнда тоже любой жаққа ұстап кете беруге болады. Любой жаққа, жаңағы поездкаларға да ұстай беруге болады. Үшеуін комплект қылып, әдемі қылып ұстауға болады. Качестволары зор, прям мен өзіме де
осындай сумкалар алған болатынмын. Өзім алған жерден сразу заказ беріп, Арукаға да алдыртып қойдым. Өте әдем болды. Бұларды дайындап қойдық әдемілеп. Так, мына жерде отыратындары негізі мына жерде болу керек. Кейін Арука келген кейін өзі ұнатқан позаға қойып ауыстыра береді. Так, бізде мынау шымылдық. Бізде мынау әдемі шымылдық, қараңыздар. Мама полностью бұны ручная работа, өзі қолынан жасаған. Мама шымылдығыңызда осындай әдемі шымылдықты мама полностью өзі жасады, қолымен тікті. Кеше түнгі сағат 3-ге дейін тікті, барлығын өзі. Узорларын, моншақтарын қарасаңыздаршы, барлығын өзі тікті. Ертең еще бұл шымылдықты ырымдап әдөшке қойып қоямын деді. Құдай қаласа, әділеттің келіншегіне де бұйырсын. Жақсарым ғой, жақсылықты сөйтіп қойып қойған дұрыс негізі. Так, мына қараңыздар, қандай әдемі, әппақ әдемі шымылдық. Так, бізде потом мына шымылдықты кейін 2-3 күннен кейін алып тастай беруге болады. Так, одан кейін бұл жерде уже мына пуфигі мына жерде тұрады да. Иә, мына айнасы жанады. Мына әдемі, столигі әдемі болып жанады. Мына жерде өзінің косметикаларын қып қоюға арналған. Айнасы қандай әдемі. И осындай сладости. Қарасаңыздар, достар, Шымкенттен әпкелім, оны айналайын Аружан деген надписті Кентаудан таппадық. И Шымкенттен алып келдік. Так, бұяқта бізде милкаларды тоже Шымкенттен алып келдік. Бұндай вкустар Кентаудан таппаймыз деп. Бізде нақта Чокопай бар, Милка Макстар бар, Феррера Роше. Мама түгелдеп қойыпты әдемі шоколадтардың барлығын. Неси, пепероның 2-3 түрі, мына су, Kinder Bueno, Қазақстан шоколад, Альпенгольд барлығын осылай әдемілеп дайындап қойыпты. Ең күштісі осы айналайын Аружан деген өте әдемі негізі. Нұрдәулет Аружан деген алатын дедім, мен Нұрдәулет деген таппай қалдым. Так, осылай мына отырып, өзі боянып, мына айнаға қарап, өзі боянып отыра екен. Ол Нурик пен Аружанның комнатасы. Еще анандай айналар жанады екен. Бірдеңелерін қосса, короче, әдем болып жанып тұрады да. И осындай әдемі люстра, кстати, қараңыздар, қандай әдемі люстра. Оны да Шымкенттен заказ беріп алдырдық. Домалақ-домалағы ана нелерге гарнитурына, несіне подсет қып, золотистый қып алдық. Қараңыздар. Өте әдемі. Өте әдемі комната болды. Я, мама, я? Супер комната болды. Я. Нақта пока что әлі. Я, Құдай қалса ұнайды. Нақта мама еще сүлгілер дайындап қойды. Пастелдер, мына ауыстыратын пастелдерін дайындап қойды. Нақта Нұрдәулет уже үйендейін апты мына жерге. Нұрдәулеттің киімдері тұр. Пока киімі реттеп алады. Нақта жүдә Нурик киімдерін бәрін реттеп құқылды ғой. Bakın Nurik'ten kalan zаттары тұрғаны жүрді. Я, кстати, біз бұл жаққа да көп шариктер заказ беріп қойдық еще. Ол шариктер бөлек келеді. Кстати, достар, ертең Құдай қаласа шарик келеді. Оны да видеоларға түсіретін боламыз. Мына жаққа әдем оформление жасап, қош келдің Аружан деген сияқты жазулармен, андай сердечко шариктер қып-қызыл қып, сөйтіп заказ бердік, толтырып, соның барлығын Құдай қаласа Нұрдәулеттің влогтарынан көресіздер. Бұл пока что мини влог болды сіздерге. Кішігірім обзор, осылай күшті дайындалып жатырмыз. Біз Аружанды қатты күтіп жатырмыз. Қанша жыл болып күтіп жүргенімізге. Осы күн ертең бұйырайын деп тұр, Құдай қалса. Ал достар, келесі видеоларда уже Аружанмен түсеміз, Құдай қаласа. Так что бізге апаның каналына обязательно тіркеліп қойыңыздар. Келесі видеолардың барлығында Аружанмен бірге күшті қызықты видеолар күтіңіздер. Я, достар. Пока!